диагносттар мына капсулалар. Бұлар өздері ақ тауып алады, әлсіреген жасушаның бәрін, жаңағы ауырып тұрған ағзалардың бәрін өзі ақ тауып алады да қалпына келтіре бастайды. Сол кезде іште процесс жүреді де кішкене қоздырады ауруыңды. Қоздырады. Ол бірнеше күннен кейін кетеді. Ал 2-3 ай шыдасаңыздар, мүлдем денің сау, 100% денсаулығың мықты болып шыға келесің. Ана жылда 10 жыл, 20 жыл құтыла алмай жүрген ауруыңнан құтыласың. Бірнеше айдақ. Ал алдында біз обострениеге көбісі шыдамайтындар да бар да. Қоздырады деп айтасың ғой. Кішкене не берсе, ойбай, менің ана жерімді ауыртты, мына жерімді ауыртты, маған жақпай жатыр ма? Жақпай жатыр емес, ол ішке түсіп жұмыс істеп жатыр деген сөз. Шыдауға болады ма? Болады. Бұл өнімдерді ішпей тұрған кезде де температурамыз көтеріледі, ауырып қаламыз ба? Ауырамыз. Неше түрлі инфекцияларды жұқтырамыз, ауырамыз ба? Ауырамыз. Төсекте жатып қаламыз ба? Жатамыз. Шыдаймыз ғой ауырғандарға. Неше түрлі ауруларға шыдаймыз ғой. Бұлар сол ішіндегі дертті шығарам деп, бұл деген жұмыс жасайды мына капсулалар. Сондықтан ішіндегі дерттің бәрінен құтыласың. Кез келген дерттерден. Просто сену керек, алу керек, зерттеп алып ішу керек та болды. Ал пайдалану керек, және бизнесінде жасау керек. Жұмыс істеп жүрсеңіздер, істе кедергі болмайды, мүлдем. Таңертеңнен кешке дейін бұл жерде лекция оқып отырмайды ешкім. Өздеріңіз қалауларыңыз біледі да, стримға шығып, өстіп тиктокты неге пайдаланбасқа. Бәрі пайдаланып жатыр.